Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын қатпарлы қамырмен дайындалатын круассанны жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, мен қуанып қалам. Алдымен осылай ұнды сеуіп, дайын қамырымызды сеуіп аламыз. Бұл круассанға сіздердің бір 10 минуттарыңыз кетеді, если честно. Осылай ұнды сеуіп, астына, үстіне және қамырымызды оқтаумен ұзыннан жаямыз. Және енін кішкене ғана соссаңыздар болады. Негізі ұзындығына кішкене мән беріңіздер қамырдың. Бұл дайын қамырдан жасалынғандықтан өте керемет болып шығады. Қамырыңызды слоеное тесто, қатпарлы қамыр, кішкене дрожжи барын алыңыздар. Сол кезде әдем болып көтеріледі круассандарыңыз. Міне осылай кішкене енін созып жерсеңіздер, круассанның қалыңдығы қалыңырақ болып шығады. Одан соң осылай 4 саусақпен ұзыннан кесіп шығыңыздар. Сызғыштарыңыз болса, сызғышпен 8 сантиметр кессеңіздер болады. Мен осылай 4 саусақпен есептеп кестім. Өте үлкен емес, әдемі круассандар шығады 4 саусақпен. Осылай екі шетін кесіп алыңыздар одан кейін. Себебі круассанның формасына әсер етеді ол. Және осындай тік төрт бұрышымызды ортасынан видеодағыдай 3 бұрыш қып кесіп аламыз. Барлық тік төрт бұрыштарымызды. Пышағыңыз міндетті түрде өткір болсын. Егер өткір болмаса, круассандарыңыздың жиектерін әртүрлі қып тастайды. Міне осыдан кейін астын кішкене тіліп жіберіп, орап шығамыз видеода көрсетілгендей. Ұшынан тартып тұрыңыздар. Ұшынан тартып тұрып орасаңыздар, тығыз, әдем болып шығады. Міне осылай орап шығамыз. Және екі ұшын осы бір бағытта қайырып қойыңыздар, сонда круассан әдем болып шығады. Міне шоколадпен істесеңіздер, осылай шоколадты салсаңыздар болады. Қоюлатылған сүт құйсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне начинкасын сала бересіздер. Джем салсаңыздар болады. Міне осылай барлық қалауларыңызша салып, орап шығасыздар. Мұнда мен қайнатылған, қоюлатылған сүт салдым. Міне осылай онда орап шығамыз. Бұл ағып кетпейді, қорықпай қойыңыздар, ағып кетеді деп. Ұшынан тартып тұрып, орайсыздар тығыздап. Астын ұшы бар жағын астына төңкеріп қоямыз. Сонымен табамызға қоямыз. Осылай круассандарымызды алт-алтаудан қойыңыздар бір табаға, себебі ол әлі көтеріледі. Және бетін жауып, 1 сағатқа 40 минутқа қойып қойыңыздар. Міне осылай көтеріледі ол екі есе. Одан соң бетіне жұмыртқаның сарысы және кішкене сүт араластырып, круассандардың бетіне жағып шығамыз. Егер сізде үйіңізде щетка болмаса, менің қызым сияқты алып кеткен болса, балдарыңыз, осылай қолмен жағып шығасыздар. Онда тұрған ештеме жоқ. Жағып шыққаннан кейін қызып тұрған пеште 170 градуста осылай қызарғанша пісіп аламыз. Міне бізде осындай керемет круассандар шықты. Дәмі тіл үйрет. Ең бастысы сіздің ұзақ көп уақытыңызды алмайды. Жұмыстан шаршап келіп, балдарыңызға тәтті дайындап бергілеріңіз келсе, 5 минуттарыңыз, 10 минуттарыңыз жеткілікті. Ас болсын.